Әкеңнің шынайы келбетін білгің келсе, онда тыңда. Әкең жазғырған кезде сені еш уақытта жек көрмейді. Әкең қысым көрсетіп, мәжбүрлесе саған ең жақсыны қалағаны. Әкеңнің үнсіз тұрғаны, сенің болашағың жайлы ойлағаны. Саған үнемшілдік етсе, демек өзіне мүлдем қалмағанын біл. Күрсінген кейпін көрсең, оның себебі сен. Жүзінен күлкі көрсең, оны бақытты еткен сен. Қатал бола бастаса, ақыл кеңесіне құлақ түрмегенің. Бөлменің есігін кілттеп алса, көзіне жас алғаны. Әкеңе дауыс көтерген күні, оны өлтіргеніңді біл. Өмірде жол таппай адаса бастасаң, әкеңді ашуландырғаныңды біл. Әкең төсекте сөйлемей, аяғын созып жатқанын көрсең, үлкен тірегіңді жоғалтқаныңды және оның орнын ешбір естелік баса алмайтынын біл. Асқар Тау. Отбасында әкенің орны бөлек. Әке сол шаңырақтың бар ауыртпалығын көтеретін, асырап бағуға да, жақсы тәлім тәрбие беруге де міндетті адам. Әке бала үшін асқар тау. Әке қамқорлығы дегеніміз, отбасы мүшелерін әртүрлі пәле-жаладан қорғап отыратын қасиетті ұғым. Сондықтан әкені сыйлау, оған үлкен құрметпен, ілтипатпен қарау баланың парызы болмақ. Ақын Жарасқан Әбдірашевтің әке десе ауылы, ауыл десе әкесі есіне оралатын перзенттік жүрегі дамылсыз соққан. Қашанда қамқор болған сан үмітке. Өтермін сақтауменен салтыңды әсем. Көнбейме көңіл шіркін кәрілікке. Өкпелеп қалмайсың ба қартым десем. Ақын үшін бір ауылдың бәйтерегі, өмірдің ашы тұщысын халқымен бірге татқан әкесі. Сондықтан ол әкеден алатын тәрбиеде салиқалы болмақ. Әке ұрпақтың панасы, үйдің басшысы, әрі тәрбиешісі. Ол тек бір отбасының ғана емес, ауылдың, рудың қамқоршысы, ел ағасы. Өмірге келген баланың әрбір сәтті қадамы әке үшін үлкен мәртебе, зор мақтаныш болмақ. Сондықтан да әке ақылымен жүру, ешкімнің ала жібін аттамай, адал ғұмыр кешу баланы тек жақсы болашаққа ғана келеді. Әкеге бағыну, Аллаға бағыну депті Мұхаммед пайғамбарымыз. Демек, әкені ренжітпей оның айтқанының үдесінен шығып отыру әрбір перзенттің басты парыз екен. Ақылы мен пайымы терең аналар балаларын үнемі әкесін сыйлап, құрметтеуге бейімдеп отырады. Әкең ренжіп қалар, әкең жіберсе, бара ғой, әкеңе барып сәлем бер, әкеңнің керегін дайында деп әкеге құрмет, қызмет етуге баланы жасынан дайындап отырса, мұндай отбасында әрдайым тәртіп, ынтымақ пен бірлік болуы сөзсіз. Әке ұл қызын намысшылдыққа, елі, руы, қала берді өз бауырлар үшін еңбек етіп, өмір сүруге баулып отырады. Әкенің мейірімі мен талап қойғыштығының, еңбеккерлігінің бала тәрбиесіне ықпалы көп.